Сәлем қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі тақырып баланың болашағын сіз өзгерте аласыз ба? Жалпы аналар баланың болашағына қаншалықты әсер ете алады деген тақырып. Иә. Әрине, аналар тікелей балаларының болашағына әсер ете алады. Тағдырын тіпті өзгерте алады екен. Сіз нешеде болыңыз, балаңыз сіздің нешеде болсын. Егер сіз жаңағы бұл енді өте үлкен құпия техника, бұны жасасаңыздар, енді бұның результаты өте мощный, өте тез, жылдам болады. Алланың қалауымен сіз жаңағы өзіңіз аңсаған, өзіңіз қалаған, өзіңіздің ойыңызда, арман тілегіңізде балаңыз қандай болу керек деген образда балаңыздың жаңағы сондай дәрежеге дейін көтере алады екенсіз. Ендеше сәттілік жасап көріңіз. Сіз әлемге, жалпы әлеуметтік желілерге, инстаграмға, ватсапқа, ютубқа дейін қандай мүмкіндігіңіз бар, жалпы балаңыздың атын жазып, соған тілек жазасыз аналық жүрегіңізбен. Ол деген сіз әлем көреді, әлем көрген, әлем естіген баланың тілегі, сіздің тілегіңіз әлемге жіберіледі, сол әлемге тарайды. Әлем қазіргі заманда энергетиканың өте энергияның мықты заманда, сол энергия арқылы сіздің балаңызды жоғарғы деңгейге дейін көтеріп қояды. Сондықтан сәттілік, балаларыңызға дұға жасаңыздар, тілек тілеңіздер, жақсы тілектер тілеңіздер. Балаңыздың болашағы, болашақтағы кім болатыны тікелей аналар сіздерге байланысты. Сондықтан сәттілік деймін. Әр бала бақытты болуға лайықты, мықты, бай, қуатты болуға лайықты. Сондықтан балапандарыңыз бақытты болсын, балалар бақытты болса, аналар бақытты, болашақ бақытты болады. Ал болашаққа бақыт пен байлықты құру, ол өлшеусіз, есепсіз нығмет. Сәттілік деймін. Әрбір балапанның